Сәлем достар, Назар ФМ медиа орталығы сіздерге музыка әлемі бағдарламасын ұсынады. Сіздермен болатын мен, Марал Асхатқызы. Хор грекше хорос, яғни топ деген мағынаны білдіреді. Ежелгі грек театрындағы трагедия мен комедияларда өнер көрсететін, яғни орындаушылар тобы. Оның даму эволюциясы салтанатты хор лирикасының пайда болуымен тығыз байланысты. Хор әншілерден тұратын хор тобы, музыкалық ансамбль. Адам дауыстарының бірлесуі арқылы шығады. Хордың вокалдық ансамбльден, яғни вокалдық трио, квартет, квинтет және тағы басқалардан айырмашылығы бір партияны кемінде 2 немесе одан да көп адам орындауымен ерекшеленеді. Хорды дирижер немесе хормейстер басқарады. Шіркеу хорының жетекшісін регент деп атайды. Хорға 4 хор партиясы қатысады, яғни сопрано, альт, тенор және бас. Хор ұжымы аспаптармен де, аспаптарсыз да ән айталады. Ән сүйемеудеусіз орындау акапелла деп аталады. Аспаптық сүйемеудеу кез келген аспапты, яғни бір немесе бірнеше, тіпті оркестрді қамтуы мүмкін. Әншілердің жынысы мен жасына қарай хорларды былайша жіктеуге болады. Аралас хор, хордың ең көп тараған түрі. Әйел және ер дауыстарынан тұрады. Әйел дауыстары сопрано және альт бөліктерін, ал еркек дауыстары тенор және бас бөліктерін құрайды. Ұлдар мен жасөспірімдер хоры, ерлер хоры тенорлар мен бастардан тұрады. Әйелдер хоры сопрано мен альттан тұрады. Және достар, балалар хоры. Хор дінмен және шіркеумен тікелей байланыста болды. Орта ғасырлар өнерінің негізгі идеялары аскетизм, мәңгілік өмір үшін жердегі құндылықтарды жоққа шығару. Орта ғасырларда хормен ән айту адамдарды біріктіре алады. Соғысқандарды татуластыруға, достыққа шақыруға қабілетті деп есептелген. Достар, сол кезде хорға әншілер тек вокалдық қабілетіне қарай емес, жанның, жүректің қалауымен қабылданатын. Музыканың дыбысы христиандық литургиялық рәсімнің безендірілуіне ықпал етті. Шіркеулердегі құдайға қызмет ету ерлер хорының бір унисон әнімен сүйемелденеді. Бұл әндер григориандық әндер деп аталады. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Ал әр дәуірдің философтары, ұстаздары, музыканттары ән өнері арқылы эстетикалық тәрбие, музыкалық тәрбие беру идеяларына бет бұра бастады. Аристоксен көне заманның өзінде денені дәрігер емдейді, ал тәнді музыка, яғни сөзбен ән айту өнері сияқты емдейді деп айтып кеткен екен. Достар, қорыта келе, терең рухани мазмұнға толы, адамның эмоционалдық, адамгершілік, интеллектуалдық құрылымына әсер ете алатын хор мен ән айту тұлға қасиеттердің қалыптасуына ықпал етеді. Музыкалық қабілеттері мен көркемдік талғамын дамытады, ой өрісін байытып, мәдени деңгейін көтереді. Достар, осы орайда бір сұрақ туындайды. Сіздер хор тыңдайсыздар ма? Сіздерге қызықты болды деген үміттемін. Біздің Facebook, Instagram, YouTube желілеріне тіркеліп, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдыра аласыздар. Сіздермен болған мен, Марал Асхатқызы. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.